Сәлематсыздар ма? Бүгін біздер жердің қалай пайда болғандығы жөнінде айтатын боламыз. Қазіргі жыл санауы бойынша шамамен 13,7 миллиард жыл бұрын бір жерге жиналған энергияның жойқын жарылысы болып, соның нәтижесінде әлем пайда болды. Әлем қазірде осы жарылыстың әсерінен жан-жаққа жайылып, үлкейіп барады. Бұл жарылыс Биг Банг, яғни үлкен жарылыс деп аталады. Әлемдегі барлық нәрсе осы жарылыстан кейін пайда бола бастады. Биг Банг кезінде кеңістікке шашыраған газ бен шаң тозаң бұлты жан-жаққа жайыла бастады. Содан галактикалар пайда болды. Жерде осы жарылыс кезінде пайда болған. Газ бен шаң тозаң бұлты уақыт өте келе жартылай сұйықтыққа айналды. Осылайша жер өте ыстық тастардан құралды және жылдам айналатын шарға айнала бастады. Кейінірек жоғарғы қабаты суып қатайғанда айнала қатты қабықпен оралды. Жердегі температураның төмендеуінен туындаған жоғарғы қысымнан су булары жаңбыр тамшыларына айналып, жер бетіне толассыз жауын жауды. Соның нәтижесінде мұхиттар пайда бола бастады. Күннің ұзақтығы жағынан үшінші тұрған жер, күн жүйесіндегі тіршілігі бар жалғыз ғаламшар. Жер мен күннің қашықтығы орташа есеппен 149,6 миллион километр. Бұл тіршілік үшін ең қолайлы ұзақтық. Күннің айналасындағы жер орбитасының ұзындығы шамамен 940 миллион километр. Жер осы орбитасымен шамамен 108 мың км сағат жылдамдықпен қозғалады. Жер күнді 365 күн 6 сағатта бір айналып шығады. Сонда жер орташа есеппен 1 секундта 30 км жол жүреді деген. Жердегі бір ғана табиғи серігі бар, ол ай. Ай жерді шамамен 800 км/сек жылдамдықпен айналып жатыр. Міне осы ақпараттардан кейін жердің қалай пайда болғандығы жөнінде сен біршама мағлұмат білді деп ойлаймын. Білімдеріңіз молайып, одан сайын ұлғая берсін деген үміттемін. Мені тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.